Жалпы мен сіздер білесіздер, бірақ та сонда да бір қайталап өтейін, орфография мен орфоэпия дегеніміз не? Так, көріп отырғандарыңыздар орфография, яғни дыбыстарды, фонемаларды әріппен таңбалайды. Біздің пәніміз, яғни әріптерге, сөздерге, сөйлемдерге байланысты болғаннан кейін оның дұрыс жазылуы өте маңызды. Түбірмен тек қана ішіндегі дыбыстарды ғана емес, түбір сөзбен қосымшалардың жазылуын сөздердің алдында біз өттік қой, тақырыптар бірінен кейін бір жалғасып жатыр, иә. Мысалы екпінді өттік, оның алдындағы үндестік заңдарын өттік. Енді соның бір нүктесін осы орфография мен орфоэпия қояды десем де болады. Содан кейін сөздерді бірге бөлек және дефис арқылы жазу. Олардың нормалары қандай? Кейде біз оқушыларға қатесін тексерген кезде, болмаса сабақты түсіндірген кезде, өзіміз жазған кезде белгілі бір байқалмайтын қателіктер болуы мүмкін. Соның өзінде дұрыс, сауатты жазу керек екенбіз, және де соны бүгін ережелер арқылы таныстыратын боламын. Одан кейін бас әріптер қалай қолданады, сөздерді тасымалдау тәртібі, орфография осы қызметтерді атқарады, иә. Бірінші дыбыстардың әріппен дұрыс таңбалануы, түбірмен қосымшалар дұрыс жазылуы, сөздер бірге бөлек дефис арқылы жазылуы, бас әріптердің қолданылуы және де сөздерді тасымалдаған кездегі тәртібін. Жақсы, келесі қазақ тілінде орфографиялық ережелер үш принципті басшылық қалады. Бірінші морфологиялық принцип, фонетикалық принцип және де тарихи дәстүрлі принцип. Осы үш принциптің ара жігін ажыратайық. Бірінші морфологиялық принцип дегеніміз не? Морфологиялық принцип дегеніміз әр сөздің түбірі мен оған жалғанатын қосымшаның тұлғасын сақталып жазылады. Морфологияның өзі түбір мен қосымшаны зерттейтін сала болғаннан кейін, түбір мен қосымша бір-бірімен жалғанған кездегі олардың тұлғасы дұрыс немесе қалай сауатты жалғанатынын зерттейді. Айтқанда дыбыс өзгеріске ұшырағанмен, жазғанда түбірі өзгермей жазылады. Мысалы, түнгі емес, яғни айтқан кезде түнгі алдындағы ықпалдардың әсерінен ны бізде ыңға айналып тұр. Айтқан кезде айтылуы дұрыс, бірақ жазған кезде түнгі деп жазылады. Құндылық айтылуы, бірақ та жазылуы құндылық. Біз айтқан кезде құндылық емес, құндылық деп айтамыз. Сарыарқа, сары арқа жазылуы, деп. Бұрынғы айтылуы, бұрынғы ол жазылуы. Яғни біз түбір сөзбен, мына жақта түбірмен, мысалы түн, оған жалғанған қосымшаның екеуін біріктіріп жазған кездегі дұрыс жазылуы түбір мен қосымшаға осы морфологиялық принцип жауап береді екен. Бірінші осы морфологиялық принцип кеттік. Екінші фонетикалық принцип. Фонетикалық принцип алдындағы сөз ішіндегі өзгерістер бар ғой, соны зерттейді. Яғни сөз бөлшектерінің дыбыстық өзгеріске ұшырауы есепке алынып, олар айтылуынша жазылады. Мысалы, аймақ деген сөзге жалғауының жалғануы аймақы деп жазылады деп емес, қалай естіледі солай жазылады. Сол фонетикалық принцип. Аймағы өзгеріске ұшырап айтылады және өзгеріске ұшырап жазылады. Қолғап деп айтылады, дәл солай жазылады. Бұл фонетикалық принциптегі ережелер. Тауып, яғни тап деген сөзге жалғауының жалғауын табып деп емес, біз қалай айтамыз оны, солай жазамыз. Торайғыров, негізгісі тора айғыр, негізгі түбірі. Бірақ та фонетикалық принципке сәйкес оны торайғыров деп жазамыз. Бұл сөз бөлшектерінің дыбыстық өзгеріске ұшырауы қалай естіледі, солай жазылады. Соны фонетикалық принцип деп атаймыз. Және де бізде үшінші принцип ол тарихи дәстүрлі принцип. Яғни сөздердің қалыптасып кеткен жазылу түрі. Көбінесе терминдер, болмаса басқа тілден енген сөздердің қалай қалыптасып кетеді, солай сөздік қорымызға енуі. Мысалы, спорт, акционер, капитал, кандидат сөздері. Бұл сөздерге қазақ тілі қосымшалары соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарай фонетикалық морфологиялық принциппен жалғанады. Және де бұл тарихи дәстүрлі принципке араб парсы тілінен енген сөздерді де қолданамыз. Мысалы,
х әріптерімен жалғанатын баһадүр, хат, халық, хабар, хан, яғни бұлардың жазылуы да, айтылуы да осы дәстүрлі тарихи принциптер. Термин сөздер жатады. Осы бізде орфография осы үш принципке сәйкес жазылынады екен. Қайтадан қайталап өтейік. Бірінші, түбір мен қосымшаға байланысты морфологиялық принцип. Түбір мен қосымша жазылған кезде өзгеріске ұшырайды, бірақ жазылған кезде жазылуы дұрыс болуы керек. Екіншісі фонетикалық принцип. Ол сөз ішіндегі қалай естіледі, солай жазылады. Одан кейін тарихи дәстүрлі принцип, яғни басқа тілдерден енген сөзге қалыптасып кеткен сөздердің жазылуы. Осы үш принципке сәйкес жүреді екен орфографияның дұрыс жазылуы. Кеттік. Одан кейін орфоэпия. Алдағы слайдтарда қандай сөздер, ненің, қандай қосымшаның жалғану арқылы қалай өзгеріске ұшырайды, қалай өзгеріске ұшырамайды, оны толық айтатын боламыз. Жалпы орфография тақырыбы ол толық дұрыс жазылу болғаннан кейін осы үш принципті басшылыққа алады деп қорытындылайық. Енді орфоэпияны айтайық. Орфоэпия. Біз мұғалім болғаннан кейін әр сөздің оқушының алдында дұрыс айта білуіміз және де жеткізуіміз маңызды. Осы орфоэпия ауызша сөйлеу үстінде орфоэпия дұрыс айтылып құлаққа жағымды естілуі керек. Бұны орфоэпия сөз сазы деп бірінші ережеге қояды. Яғни дұрыс құлаққа жағымды естілуі ол сөз сазы. Екінші, сөйлеуші өз ойын мәнерлеп, әсерлі етіп, тыңдаушының назарын аударуы ол логикалық екпіні. Және де үшінші, сөз әсерлігін арттырып, әр кезде әртүрлі, мысалы әдебиетте оқыған кезде, шығармаларды, кейіпкерлердің сөзін оқыған кезде әрқилы дауыс ырғағымен оқу біз дауыс сазы деп айтамыз. Орфоэпия осы үш заңдылықта басшылық қалады. Мысалы мен осыны қарап көрдім да, біздің пәніміздің ерекшелігі неде, басқа пәндерде терминдер көп, кәдімгі ғылыми қалыптасқан бір зерттеулер, жаңалықтар ашылып жатыр. Олардың несі ең басты фишкасы дейік, бір ғылымды ашып соны оқушыларға жеткізу. Ал біздің негізгі бастапқы басқа пәндерден артықшылығымыз да осы екен. Яғни оқиғаларды, белгілі бір хикаялар, әңгімелерді, ережелерді болсын оқушыға мұғалімнің бір монотонный емес, орфоэпия арқылы дұрыс сөздерді құлаққа жағымды естілу, сөз саз арқылы, оны дұрыс жеткізе алу логикалық екпін арқылы және де дауыс ырғағын әрқилы қолдана білу дауыс сазы арқылы біздің ерекшелігіміз, басты ерекшелігіміз осында екен. Дұрыс жеткізе алу, яғни дұрыс жазудан бөлек оны дұрыс айта алу. Ол қалай жазылды, солай айта салу да біздің ережеге қайшы. Дұрыс жазылғаннан бөлек дұрыс айтылу да ол бөлек бір ереже десек болады. Әрі қарай дұрыс жазылу және дұрыс айтылу емлесі. А әріпі араб парсы тілдерінен енген сөздердің соңғы буынында келсе, болып естіледі. Бірақ а болып жазылады. Мысалы, Жамила деп айтпаймыз. Мысалы, айтқан кезде Жамиля деп айтамыз. Бірақ жазылуы араб парсы тілдерінен енген сөздер. Бірақ айтқан кезде болып жазылады. Кейін ләззат. Біз айтқан кезде ләззат деп айтпаймыз. Ләззат. Яғни, тағы да бұл жерде тілдерінен енген соңғы буыны болып жазылды. Айтқан кезде болып ауысты. Одан кейін күләнда деп айтпаймыз, яғни соңғы буыны болғаннан кейін оны болып естіледі бізге. Күләнда айтылуы осылай. Жазылуы мен айтылуында да өзіндік ерекшелік бар. Рай, мына жерде дүбәрә, кітап деген секілді араб парсы тілдерінен енген соңғы буыны болып әріпінен аяқталған сөздер айтылған кезде орфоэпиялық нормаға сәйкес болып естіледі. Кеттік әрі қарай. Қазақ тілінде сый, тый сөздерінде әріпі сақталып жазылады. Сый, айтқан кезде де сый, жазған кезде де сый. Көйлегім сыймады. Сыймады емес, сыймады. Біздің көп оқушыларымыздың жалпы адамдардан көрген кездегі қателіктер осы
и мен ыйды өте көп шатастырады. Тый айтылуы да жазылуы да тый. Болып жазылады. Ый. Күлкіңді тый енді. Сияды. Сыяды. Так, мына жерде болу керек. Сыяды. Сөмкеңе, мына жер қате. Так, тыяды. Мына жер қате емес. Кішкене көріп жазайын. Жұмсайын. Өзім айтқаныма өзім қарсы шықпаймын. Но апай тоже қате емес па? Бір бетке сыю керек. Иә, сыяды я деп жазылады. Мына жерде қате кеткен. Мынау я болып жазылады. Жоқ апай. Сыю деген кезде мынау болады. Сыю Мына дегенше жердің, сол төртінші. мына жердің барлығын дұрыстап жібере салайын. Мына жерде менде уже орфографиялық қате кетіп жатыр. Былай жазылады міне. әріпі сақталады. Ый деген кезде, сый, тый деген кезде. Одан кейін аздаған сөздерде ю әрпінің орнына дәстүрлі принцип бойынша у қысқа и мен у әріптері жазылады. Мысалы, айуан, ю болып естілсе де, бірақ та у у әріптерімен жазылып тұр. Мысалы, хайуанат, ю болып естіледі, бірақ та у әріптері жазылады. Киуана жазылуы. Кеттік әрі қарай. Миуа айтылуы миуа. Қиуа жазылуы мен айтылуындағы ерекшеліктер. Мына сөздер көбінесе бізде әдеби сөздерде келеді. Вот. Осындай ерекшелік бар екен. Так, келесі бөлек бірге және дефис арқылы жазылатын сөздердің ерекшеліктері. Бөлек жазылатын сөздердің емлесіне қатысты ескертулер. Ақ, қара, қызыл, қоңыр, сұр, шұбар секілді сын есімдер аң, құс, өсімдіктің атын айыру үшін қолданылғанда бөлек жазылады. Яғни ол аюдың ақ екенін, қыранның сұр екенін білдіріп тұр. Яғни атын түсін түстеп айыру үшін берілген сын есімдер не істейді? Бөлек жазылады. Ал зат есімдермен бірігіп бір ұғымды білдіріп бір ұғымды білдіретін сөздер қосылып жазылады. Мысалы, қара құс ол бір құстың аты, аққу ол бір құстың аты. Яғни бөлек жазылатын сөздер. Бір аң, құс, өсімдіктің атын жаңағыдай айыру үшін оның қандай екенін білдіретін сын есімдер бөлек жазылады, ал бірігіп бір ұғымды беріп кететін, мысалы, қара құс деп бөліп жазбаймыз. Қара құс ол бір құстың аты болғаннан кейін, бір ұғымды білдіретін болғаннан кейін оны біріктіріп жазамыз. Тағы сонымен қатар аттас жерлерді бір-бірінен ажырату үшін қолданылатын анықтаушы сөздер бас әріппен жазылып бөлек жазылады. Мысалы, кіші Азия, кіші қарағай. Яғни Азия кіші екенін білдіріп тұрса да, ол үлкен әріппен жазылады. Орта Азия, Азияның орта екендігін білдіріп тұрса да, ортада Азияда, яғни жерлердің атауы да сонымен оны анықтап тұратын сөздер де үлкен әріппен жазылады. Бөлек жазылатын сөздердің емлесі. Бірге жазылатын сөздер. Бірге жазылатын сөздердің ерекшелігі олар анықтаушыда, анықталушыда қатынастағы бір сөз болып кеткен. Бірігіп, бір өсімдіктің, бір техниканың, бір жануардың, жер судың, кісінің аттарын білдіреді. Екі сөзден бірігіп тұрған сөздер бір ұғымды білдірсе, онда олар бірге жазылады. Мысалы, ас-қасық, әлде-бір, әмбебап, бір көз салып қарап алсаңыздар болады, қай сөздер қосылып жазылатынын. Біз мысалы кей кезде өзінде көркем сөз, мекен жай деген сөздер бар. Ол сөздерді бөлек жазып қоятын кездер бар. Және де оқушыларға да ескерткен кезде екеуі бір ұғымды білдіретін болса, онда ол орфографиялық ережелер бойынша бірге жазылатын сөздер қатарында деп ереже бойынша түсіндірсек болады. Так, осыған дейін сұрақтарыңыз бар ма? Даусым естіліп тұр ғой, иә, дауысыңыз естіліп жатыр. Орфографиялық ережелер бойынша бірге бөлек жазылатын сөздердің
ереже бойынша түсіндіру несін айтып жатырмын. Кеттік ары қарай. Біріккен сөздердің емлесі. Дүниежүзілік, бүкілодақтық, Орта Азия сияқты сын есімдер бірге жазылады. Және де екінші сыңары аралық, тану, таным, жағдай, хат, қағаз, ішілік болып келетін сөздер біз өте көп қолданатын сөздер бірге жазамыз. Аудан аралық бөлек жазбаймыз. Абай тану бірге жазамыз. Қол хат бірге жазамыз. Тіс қағаз бірге жазылады. Жылыжай так. Біз көбінесе қолхат деген сөздерді бөлек жазып қоятын сәттерді өте көп кездесемін. Вот біріккен сөздердің емлесіне байланысты бұл сөздер бірге жазылады екен. Мысалы, мектепшілік, қалаішілік, қалааралық деген сөздер, ауданаралық деген сөздер біріккен сөздердің емлесіне байланысты бірге жазылады екен. Так, тағы да ең түбірлік құралдың ғылымның әр алуан саласында терминдік мәнге ие болған атаулар бар. Бастапқы тұлғаларын сақтап бірге жазылады. Мысалы, баспасөз, қоректілер деген секілді. Бұл бірігіп жазылатын сөздердің емлесі. Енді мына жерде бір кішкене мысалға тест бар. Бұл тесттің бірге жазылатын сөзді бізге Әйкерім апай сіз тауып берсеңіз. Әйкерім апай бар ма? Қайсысы? Так, Әйгерім деп өзі просто тұрды. Жүнісбаева ма? Төлеген жас. Әйкерім бұл. Төлеген Әйгерім апай. Мгм. Арыс. Ағана отыреді. Әйгерім апай? Так, Әйгерім апай болмаса, Болмаса кім жауап бере алады? Гүлжанат апай бар ма? Гүлжанат апай ол қазір комментарий жаза алады. Апай тасбақа. Мгм. Кім жауап берді? Дөңеспаева Әйгерім апай. Әйгерім апай, не үшін олай жауап бердіңіз? Әйгерім апай, мен тыңдап тұрсыз ба? Жақсы. Мен өзім айтайын, қараңыздар. Бағанадан бері айтылып жатқан ережелер мынаның ішінде бар да, мысалы, құлақ қасқа, бұл жерде қасқаның қандай екенін білдіріп тұрады. Сын есім, зат есімнің қандай екенін білдіріп тұрғандықтан сын есім бөлек жазылады. Ортан жілік, жіліктің де қозы көш, күрең қызыл, в общем, бұл жерде бір зат қандай екенін білдіріп тұратын сын есімдер бөлек жазылады да. Ал екі сөз бір зат, бір сөз, бір иелікке ие болғаны үшін ол бірге жазылады. Мысалы, бақаның тас екені емес, тас бақа ол бір жануар екендігін білдіргені үшін ол бірге жазылды. Так, ары қарай жауабыңыз дұрыс, тас бақа әрине бірге жазылатын нұсқа. Так, мыналар түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай дефис арқылы жазылатын сөздер. Дефис арқылы жазылатын сөздер қосарланып келіп, бір мағынаны білдіретін қос сөздер дефис арқылы жазылады. Қос сөздерге сызықша қойылады, себебі қос сөздер бір сұраққа жауап береді. Бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарады, күрделі сөздердің түрі. Сызықша екі түрлі сөйлем мүшесі болып алынған сөздердің арасына қойылмайды. Яғни екі сөйлем мүшесі екі түрлі сұраққа жауап беретін сөздердің арасына қойылмайды. Яғни екеуі бір сұраққа жауап беру керек, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқару керек. Және жазған кезде де, дефисті қойған кезде де, мысалға біз әлі күнге дейін оқушылардың арасында бар, кез келген сөзін дефиспен жазады, дефис қоймайтын жерге дефис қойып қояды, болмаса қоймайды. Иногда біз өзімізде солай бір қателіктер жібереміз. Вот, алдымыздағы мысалдардан қай сөзге дефис қойылады, қойылмайды, соны білсек болады. Және де орфографиялық сөздік деген кітап бар. Сол кітаптың ішінде таба аламыз біздің өзіміздің де бір қай сөздерді қалай жазу керек, қандай тыныс белгімен жазу керек дейтін сұрақтарға сол кітап сіздерге жауап береді. Вот. Мысалы, қос сөз, мына жерде
жауап бере қойсыншы, кім жауап бере алады? Қай сөз дефис арқылы жазылады? Бай бағлан болады ғой. иә, байбал. Мхм. Д Иә, жағы бай бағлан. бай бағлан болады. Бұл жерде қалған сөздер біріктіріп жазылады. Байдана деген бізде өсімдіктің атауы, байқыз деген бізде құстың атауы. Байбалам салу деген ол бір қосылып бірігіп жазылып бір мағына беретін сөз, яғни шу шығару деген сөз. Ал байбағлан деген сөз бізде дефис арқылы жазылады. Сонда біздің жауабымыз Д болады. Әрі қарай бізге керекті бір ескертулердің бірі мына жерде тек мына сөздердің соңында соңғы буыны жуан болса да қосымша жіңішке жалғанады. Мысалы спектакльге, ансамбльге, тольге, остен. Яғни бұл сөздерден соңғы буыны жуан болса да жіңішке болса да жіңішке жалғанады. Және соңғы буыны ә дыбысы бар сөздерде, мысалы кінәға немесе ә дыбысынан аяқталатын сөздерге а немесе дыбысы жалғанады. Мысалы кінәлі, шүбәдан шүбәлі. Осындай бір ескертулерді ескерсек. Тағы да бір ескертулердің бірі сантиметр, миллиметр, километр, гектар сияқты шартты түрде қысқартылған белгілерге қосымша сөздердің соңғы буыны жуан не жіңішкелігіне қарай дефис арқылы жазылады. Мысалы 10 сантиметрді, 10 километрден, 100 гектардан, 50 килограммды деп қандай буынмен аяқталады, сол буынға қарай дефис арқылы сондай жіңішке немесе жуан жалғаулар жалғанады. Әрі қарай кірме сөздердегі дауыссыздардың емлесі. Мысалы, екі м-мен, м-мен, н-мен, н-мен бітіретін осындай алдарыңыздағы дыбыстарынан біткен сөздерге қосымша дәнекер дыбыстары арқылы жалғанады. Мысалы, штампыға, ромбыны, раундыға, дискіге, танкіге, холдингінің, н-мен бітіреді, объектіге, лифтіге, дискісі, консервіге деген секілді. Слайдты группаға жіберетін боламын. Әрі қарай х дыбысына біткен не соңғы буыны я әріпінен бар сөздерге қосымша жуан жалғанады. Мысалы, цехқа, штрихтар, варяққа. Және де тағы да бір ескерту, екі қайталанатын дыбыстар бар ғой, сол дыбыстан біткеннен кейін бір дыбысы соңғысы түсіп қалады. Мысалы, металлдар, металл деген сөз екі л-мен аяқталса, оған қосымшалаған кезде біреуі түсіп қалады. Грамның, протесті, ватқа, треске деген секілді. Және де бұндай ереже адамдардың жалқы есімдерге жүрмейді. Донбасс деген секілді. Әрі қарай мягкий знак, яғни жіңішкелік белгісімен біткен сөздерге жалғанатын қосымша дауыстыдан басталса, онда мягкий знак түсіп қалады. Лагерь, бізде дауысты болғаннан кейін мягкий знак түсіп тұр. Ал егер жалғанатын дауыс бізде дауыстыдан басталса, онда түспейді. Лагерьге бізде дауысты сондықтан түспейді. Жіңішкелік белгісі біткен сөздер қосымша буын үндестігіне сай, мысалы, акварельге жіңішкемен бітті ма, оған жіңішке жалғау, фестивальға оған жуан дауыспен буыны аяқталып тұр ма, оған жуан жалғау жалғанады. Жіңішкелік белгісіне байланысты ескерту. Әрі қарай тест оқулығында, мысалы, тестке, формативтіге деген сөздер орфографиялық ереже бойынша тестіге, формативке деп жазылады екен. Одан кейін ок, юг, рк деген секілді сөздермен аяқталған соңғы буыны ю әрпі бар сөздерге жіңішке жалғанады. Мысалы, педагогте, округке, паркте, драматургтың, бланкіде, яғни бұл сөздерге жіңішке жалғау жалғанады екен. Бізде ең соңында қорытындылай келе, біз мұғалім ретінде бұл сөздердің дұрыс немесе қате екен бірінші ереже арқылы сауатты түрде өзіміз үйрене алсақ, әрі қарай оқушылардың диктант немесе эссе жазу және тексеру кезінде дұрыс тексере аламыз және де оларға дұрыс жеткізе аламыз. Орфография айту кезінде де, жазған кезінде де бірінші өзіміз мән беріп, өзіміз ережеге сәйкес үйренгеніміз дұрыс екен. Бізде негізінде тест бар еді, бірақ оған үлгермейміз деп ойлаймын.
Ағай, сіздің ертеңгі осы орфография мен орфоэпияға берілген тестті сразу тапсырсақ болады ма? Қазір мен тапсырма бермесем. Қасым ағай. Жақсы. Оны сол сенбі күні тапсырамыз. Бәрібір не істейді ғой. Аха. Әлі кітаптан тағы қарайды мұғалімдер. Содан кейін барып тапсырады. Бірақ, Мұғалімдерде сұрақ бар ма екен? я маған сұрақ Кері байланыс беріп, айтарлар бар ма екен? кері байланыстарыңыз болса, мен слайдты группаға жіберемін. Просто Мына жерде тағы алып қосылар бар. Дәстүрлі принципке байланысты. Мысалы, бота, көз және 42 сөздер бар ғой. Ол да осы дәстүрлі принципке жазып, мына 42 сөзін сұрап еді бір мұғалім. Негізі 42 деп жазылады ғой. Морфологиялық принцип бойынша. Бірақ оны Рабиға Сыздық соңғы сөздіктердің бірінде 42 деп енгізді. Дәстүрлі принциппен қалай айтылып келсе, ежелден солай жазылып қалады деп. Бұл сол бағана бота көзде, негізі бота көз болу керек еді. Бота көз деп сөздігімізге енді. Ағай, сонда 42 Дәстүрлі дегенде принциптің біз бір мысалы. Ағай, жазамыз ба? 42-ті г-мен сол жазамыз. 42-ті 42 деп жазғызып жүрміз. Иә. Шекара деген сөзі де солай г арқылы жазғызып жүрміз. Шекара 42 деп оқушыларға солай айтып жүрмін да. Екен осы 2024 жылғы түзетулерде солай берілген екен 42 деп орфографиялық сөздікте. Иә. Мысалы, оқушылар әлі үйрене салмай жүр. Мысалы, 42-тің 42 деп ауысқаны, бірақ енді барынша ескертіп жатырық. Осындай деген секілді. Егер де сондай өзгерістері жаңалықтарды естісек, біз бір-бірімізге ескертіп жүрсек, мысалы, қай жақта қашан өзгерістер болды деген секілді. Орфография бойынша. Иә, әрине солай жақсы болатын еді. Апа, ағай, айтып кетсем Сосын болады ма? анау дефис арқылы жазылуды орфографияда кешірім сұраймын. Айтып жіберейінші, мысалы, мекен жай, алдын ала, кез келген дегенде де проблема бар ғой, мысалы. Ол жерде біз дефиссіз жазамыз, иә, қазір. Бұрын дефиспен жазып келдік емес па, иә? Сол жайлы. Апай, мен сіздің дефис жайлы айтқаныңызды тыңдап үлгере алмай қалдым да. Аха. Соны айтып кете аласыз ба? Так, бізде бір минут уақыт қалды. Осы уақытқа дейін мекен жай деген сөз бөлек дефис арқылы жазылатын, бірақ та екеуі бір жерді, бір үйдің тұратын жерін белгілі болғаннан кейін оны біріккен сөздер қылып мекен жайды біріктіріп жазды. Кез келгеннің ортасында да екеуінің ортасына дефис қойылатын еді, қазір қойылмайды. Сондай ережелер бар. Бірақ та мен оны нақты не үшін олай болғанын айтқан жоқпын слайдта. Тек қана дефис арқылы жазылған сөздерді, біріккен сөздердің мысалдарын ғана бердім. Жақсы, рахмет. Байланыс ретінде Әйгерім апай сұрап жатыр еді ғой. Несін жібере аласыз да? Сізде болмаса. Қасым ағай, жаңа сіз айттыңыз ғой, бота көз, қара көз деген сияқты адам есімдеріне деп ше. Мысалы, Әуезовтің, Мүсіреповтің шығармаларында бар ғой, бота көз, қара көз деп аталған. Мысалы, Әуезовтің өзін грамматиканың мысалы жілігін шақ, майын ішкен не ретінде. Мысалы,